Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Арсен KZ. Досым, сенмен бірге мен Арсен KZ. Ладно, мені және де мына жаңа Майнкрафтты сағынсаңыздар, лайк басып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Негіз бірінші қанша лайк басқандарыңызды көрейік. Онда давайте. Бұл не, сонда мен сағынбадыңыздар ма? Жарайды, сонда да видео түсіре берейік. Біз жалғастырамыз. Енді менде кішкене қатып отыр. Енді нашиктер неге қар десеңіздер. Қыс келді ғой. Кішкене қажып. Негізі басында мен аққалаларды көп жасап жіберген болатынмын. Наталықтар не ағып жоқ білмеймін. Сосын ол кезде бұл жер болындай қар болатын, қар болатын. Бірақ қазір неге екенін азайып кетті. Жоқ. Енді неге мен көп видео түсірмей кеттім? Бірінші содан бастайық. Оның өзіндік себептері бар. Енді тамағым ауырып қалды. Сосын сабақ, өздеріңіз білетіндей сабақ оқу керек. Короче, сол. Енді сол және де сіздерге сыйлық болсын деп мен осының бәрін сіздер үшін жасадым. Және де ең қатты өзіме және сіздерге ұнайтын зат ол мына скин. Қазір енді мен суретін көрсетемін. Сіздер ұқсай ма, ұқсамай ма? Тексеріңіздер. Бірақ мен көрсетпес бұрын. Енді, көрген жеріңізде, енді мен көрсетпес бұрын ол кезде жоқ болатын. Жоқ болатын. Атнет. Тозаққа портал, енді сол. Енді бізде мұнда енді бұны бүгін ғана бастадым. Осыны аяқтап бітірген соң сразу видеоны бастадым. Бұл жеткенді скоро, Құдай бұйырса, ең керемет жазған подписчиктердің аттары болады. Және бірақ мен үйімді тым өзгертпедім. Соғалпы. Соғалпы. Енді сосын моптар фермасын жасадым. Мен дұрыс емес жасаппын. Енді сосын мен мынандай қоршау салдым. Өздеріңіз бағанадан бері көріп отқандарыңыздай иту Қазақстанның туын салдым. Өзіміздің астындағы істеп тұрған бүркіт, сарыне ою, күн. Ұқсайтын сияқтымын. Бізде механический есік ашылады, шабылады. Мен кәдімгідей дамып кеттім десек те болады енді. Мен айтпақшы, скин туралы бірден айтайын. Бұны шерстен салдым. Шерст, ол кезде менде қой көп болатын. Сосын қойдың көптігінен менің Майнкрафтың лагать етіп қатып өтіп қала жазады. Сосын қойдың бәрін өлтірдім да. Ол кезде аяғына дейін салғам сөйтіп. Сосын лагать етіп Майнкрафтың әлем қуды. Сосын қойдың бәрін өлтірдім дағын. Творческий да салдым. Енді ренжімейді жастар, кешіріңіздер. Мені енді солай істеуге тура келді.
Және бізде мынандай бесконечный снег. Астын бүйтіп қаза берсек қаршыға береді. Бұны жасалу өте оңай. Үстін міндетті түрде жабыңыздар, ата су кірсе анау қалаларын жеп қалады. Және де тауық фермасы. Бұны өзім, жұмыртқа дейінде. Бұны өзім шығарғам. Сондықта бізде көп деген жұмыртқа болған. Болады. Бұл қалай десеңіздер. Нелер арқылы анау жұмыртқалар бүйтіп астыға қарай кете береді мыналармен. Соң былай бола келеді да, былай айналармен түседі. Және ол жаққа кетеді. Бұл үшін өте көп зат жұмсалды. Енді мынаудан жұмыртқа фермасы, кішкентай, простой. Және бізде мынандай не деп айтсам болады. Бал несі, бірақ ол дұрыс аяқталған жоқ. Тағы бір ішінен ара шықпай жатыр. Үйілген андай шахта. Шахта. Ішінен көп зат тапқан бұл шахтадан. 30 блок. Даусым кішкене шықпай қалса кешіріңіздер. Былай қарай қазған сосын тоқтадым. Осы шеттерден кішкене алмас тапқам, 3 алмас ондай. Сосын шеттерден де қазып батсам, алмаздар мен железалар, көмірлер шықты. Көп железа мен көмір шықты. Қазір соның бәрін көрсететім болам. Көрдіңіздер ма, қанша затты таптым. Просто жесть. Еще ананша алмаз тапқам, 21 алмаз. Еще мынандайдан 3 тапқам. Не екен білмеймін. Бірақ неизвестно. Короче, сол. Және де достар, осы видеоның астында хотя бы 10 лайк болса, мен өзімнің түрімді көрсететін боламын. Уәде. Я. Так, еще. Қазір ұйықтап алайық, түн болып кетті. Төсек сол қалпы, енді дым өзгертпедім. Только сырттарды тағы да бірдеңе жасайтын. Тағы да бірдеңе жасағам, соны көрсету керек сіздерге. Және сіздерге тағы бір нәрсе айтайын. Сіздерге көп рахмет. Менің Майнкрафтым лагать етіп жатыр қазір. Так, жалғастырамыз. Есік ашылмай болғанский. Просто бағана Майнкрафт қуып кетті. Ана шеттен ана үйдің ішінен шықпын. Неге екенін білмеймін. Мен Майнкрафтым сөйтіп болады. Так, менің нем өте жақсы болып өскетті. Ана шет неге мынандай болған. Себебі жер тегіс дегенде осы шет осылай болып қалды. Негізі дәу болған. Блин, немене өте алмай қалдым. Көрдіңіздер ма, қандай дәу негізінде. Дайынсыздар ма көруге? Андай. Көрсетпеймін мен сіздерге. Только түсіп қана көрсетем. Так, лифтқа келдік. Бұны да өзім жасағам.
ары бері жүріп миым ашып. Шеттен, осы шеттен көп зат тапқам. Ана ачым, ана шахтадан, осы шетте көп зат тапқам. Көрдіңіздер ма? Тағы жаңа Майнкрафтта не салайын, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Және өтініш лайк басуды ұмытпаңыздаршы. Мен сіздерден естіп көп сұрамаймын ғой. Сол, короче. Лайк басуды ұмытпаңыздар. И подписаться-ны басып қойыңыздар. Арнаға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Все, болды, басқаша айтпаймын. Ну, короче, енді осы шеттен көп зат таптым. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай Майнкрафт логотипі отыр. Ну, үстіге кеттік. Бұндай лифтті бәріңіз білетін жастар, иә. Біздің аралар қазір ара шығады, қараңыздар, әне аралар жүр. Ну, осы бізде осынша ара бар. Және скиннің арқы жағы осындай не бар. Ну, өзімнің скинім ғой, өзімнің. Әти жаңа жылға қарсы осылай істегем. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын, келе жатқан жаңа жылдарыңыз. Енді ғана құттықтап тұрмын, Ну, сонда құтты болсын жаңа жылдарыңыз. Сіздерге көп бақыт, ұзақ өмір сүріңіздер. Бақыт тілеймін, ұзақ өмір сүріңіздер. Мектеп оқып жүрген балаларға мектептерінде 5-ке бітіріп, қызыл диплом алып, қызыл дипломға бітіріп, короче, сол, сіздерге көп бақыт тілеймін. Бақытты боп, керемет өмір сүріңіздер. Егер де және де осы видеода менің ең максималды менде енді осы жаңа жылға дейін хотя бы 35 немесе 40 подписчикке жеткізу арманымда бар. Сондықтан маған көмектесіп кетіңіздер. Жаңа жылға дейін аз қалды. Және каникулдарыңыз 16 желтоқсан тәуелсіздік күні құтты болсын. Мен дәл осы күні түсіріп жатырмын. Бірақ ютубқа қашан баратынын мен білмеймін. Ну, енді тағы да айтайын, тағы не жасайын, соны коммент арге жазып кетіңіздер. Ал енді сіздермен болған мен. Арсен Кизат емеспін мен. Мен скоро молодой Арсен болам. Қалжыңдаймын енді. Қазір неге шығайын? Үстіге. Ну, және де біз наны сіздерге көрсеткенмін. Наште әңгімелесесің. Мен де кішкене әңгімелесе тұрайын. Мұнда сіздер отырыстар, мысалы, типа, деп әңгіме соғамыз. Ал сіздермен болған мен Арсен Кизет. Тағы да айтайын, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сіздердің бұл заттарыңыз маған өте қатты ұнайды. Лайк басып арнаға тіркелгендер. Менде бірде-бір хейтер жоқ деп ойлаймын. Ну, сөйтіп ойлаймын. Және де мен үшін лайк басып арнаға тіркелгеніңіздеріңіз мен үшін өте маңызды. Және де сіздерге айта кетейін, менің арманым ютубтан 100 000, 1 миллион подписчикке жету емес,
ой жетүү. Және сол жеткен соң ақша алу емес. Менің арманым осы қазақ контент видеоларын жаңарту. Яғни көбінесе ағылшындар мен орыстар бізден мықты болып жатады. Мен соларға қарап қызығам, және мен де солай видео түсіргім келеді. Бірақ мен айтпаймын олар видео түсірмесін, жаман олар деп айтпаймын. Менің тек айтатыным қазақ контентін жаңартайық. Сол кім келсе лайк басыңыздар. Сол короче. Ал енді сіздермен қоштасатын сәт келді. Мен қоштаспаймын, тек келесі кездескенше деймін. Ал сіздермен болған мен Арсен KZ. Лайк баспарына қатар келіп кетіңіздер. Пока-пока. Чао.